Сәлем. Ай, қыз денеңді тік ұстасаңшы. Қай жерде жұмыс істейді екен сұра? Сен қай жерде жұмыс істейсің? Жасап бірінші атын сұрасың да? То есть сен атың кім? Есімім Арман болады, бизнеспен айналысам. Жүрме сен қазір күшті жерге апарамын. Давай бүгін екеуміз арт свидание ұйымдастырамыз. Бір-біріміздің суретімізді салайық. Давай. Не деген романтик жігіт. Неге мен солай жерге апармайсың? Суретім дайын болды, енді кішкене онша емес шықты. Вау, қандай күшті. Қандай өнерлі жігіт, а? Ал сенікі қалай шықты? Менікі де дайын болды. Күшті, әдемі, өз... Қызым, мені кішкене дұрыстап салмайсың ба енді? Бірде екенің жоқ қой сенің. Қызым, қалың малым 5 миллион деп айт. Айтпақшы, менің қалың малым 5 миллион теңге. Төлей аласың ба? 5 миллион? Төлей алам. Шүкір бизнесімнен жақсы ақша түседі. Бұл деген идеальный жігіт қой. Все, скоро той болады онда. Той өзі. Пожалуйста, кезек сөйлендерші, миымды ашытып жібердіңдер ғой. Не болды бір-бірлеріңе жағаласып? Сен бар ғой, кішкене біртүрлі қыз екенсің. Не дейді? Не ғой, мен қайтайын, иә? Потом жазам саған. Нағыз биыл тұрмысқа шықпайды. Қайс бұны? Өзіміз отырып бір арт свидание істемедік па? О, менің сериалым басталды. Ой. Мен қайдамын? Ей, сен кімсің? Тыңшысың ба? Білмеймін, мен жаңа ғана сериал көріп отқам. Мынаның басын алыңдар. Сұлтан Сулейман хазіретлері келе жатыр. Кім? Бұл жерде не болып жатыр? Сулейман. Мынау менің тактикаммен Сулейманның басын айналдырып жатыр ма? Мен әлі осындамын ба? Ояндың ба? Сен маған ұнадың. Осында қала бер. Құтты болсын, сен Сұлтан Сулейманға ұнадың. Оңбаған. Мен сенің не істегің келіп жүргенді білмейді деп ойлайсың ба? Менің орнымды баса алмайсың. Мен саған әлі көрсетем. Сүмбіл ака, бері кел. Иә, Хюрем Сұлтан. Мынауды ана қызың суына қосып бер. Көп болады. Шөлдеп қалған боларсыз, су ішіп алыңыз. Ой, алып келші, шөлдеп кеттім ғой. Не істеп жатсың? Тағы да улайын деп жатсыңдар ма? Бұл мен емес, бұл Хюрем қой деп айтты, маған менің қатысым жоқ. Хюрем, сенің ұятың бар ма? Осымен нешінші қызды улап тастадың? Бұл қызға тиіспеңдер. Ол менің 99-шы әйелім болады. 99-шы? Оңбаған, әлі мен саған көрсетем. Хюрем, орныңды біл, теперь не рабыня перед тобой. Сұлтан Сулейман, рахмет. Егер саған да қызық болса, комментарийға плюс қалдыр. Мә, енді осы хан сарайда патшайым болам ба? Ал енді оян. Тұр. Тұрсаш, немен ұйықтап қалғасың ба? Тұр деймін саған. Ей, тұрсаш деймін. Құтап қалғасың ба? Сулейман қайда? Кім ол Сулейман деген? Түсінбәне. Саған сериалды азырақ көру керек бар ғой. Қалайсың, көп қалдың ба? Үстіңе не киіп алғансың? Мен әже стройкада істеймін ғой. Ол мен терес қашқанда тез танысайық, иә? Мә, сенде влажный салфетка бар ма? Бар ғой, қазір. Мынау мұнда жатыр екен ғой. Жоқ. Жоқ. Строитель болсам осы енді. Емес. Үлкен бірдеңе жатыр. В общем, салфеткадан басқасын бәрі бар. Мә, жігіттің құрылысшы болған күшті екен ғой, ертең ешкімге жалынбай стройканы өзіміз жасай береміз. Той, стройка деген әшейін сән ғой маған, мен ойнап жүріп стройка істеп тастаймын ғой. Жақсы, маған кету керек. Сен үйге енді қалай қайтасың? Мен автобуспен. Мен саған негізі такси шақырып қойдым. Махмұт әке! Жұлдыздарын шашып қарады. Осы сені қазір үйіңе дейін апарып тастайды. Мә, ренжімеш, өзім сөйтіп аламын, иә? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпақшы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз.
Ақ патшам, күте тұрыңыз. Сүйікті жеріңізге кірмей тұрып, мен сізге шағын сыйлық алдым. Мен мынау маған бір аптаға жетеді ғой. Рахмет саған. Әй, мен кеттім, сен точно ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін. Мен арғай баняға баруым да мүмкін. Дұрыс, барыңыз. Түнде жай келуім де мүмкін. Дұрыс қой, енді бір дем алған соң. Достарыңызға сәлем айтыңыз. Осындай әйел кімде бар айтшы. Рахмет саған. Нем бар еді машинасын айдап. Бәсе. Ал, жеттік. Марат аға, жүріңіз, чай ішіңіз үйге барып. Есің дұрыс па? Үйде дым жоқ қой. Уайымдама, жоқ керек емес деп айтып, бәрі сөйтеді ғой. Давай, ішейік. Иә, жүріңіз онда. Шай қойық. Мә, үйлерің керемет екен ей. Мә, айып етпеңіз, сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, ет асып, қуырдақ, манты бәрін істеп қойшы едік. Өй, істей беріңдер, мен ешқайда асып тұрған жоқпын, как раз қарным ашып тұр. Иә, қазір істейміз. Бар, істей ғой. Ей, братишка, бері кел. Енді үйіңе бір чет кеп тұрмын ғой, саған $100 көріндік менің атыма. Өй, керек емес аға. Керек емес болса жарайды, бермеймін. Чотам, чай дайын ба? Ай, рахмет бе, тойдым. Қойғанда мен ауылға қайтайын онда. Өй, қайда асықтыңыз? Осында қонсаңызшы бүгін. Бүгін емес, бір апта осы үйде қона беріңіз. Қона берейін ба? Болды ғой, онда мен бүгін осы үйденмін ғой. Қос телевизорда. Ағаның жатқанына бір апта болды ғой, қайтсын да үйіне айтсаңшы бар. Аға, қалайсыз? Не көріп жатсыз? Кино көріп жатқам ғой. Чотам, мен ауылымды сағындым. Жусанның исін сағынып тұрсыз ғой, я? Мен бар ғой, ауылыма қайтайын. Сендер ренжімейсіңдер ма? Жоқ, ренжімеймін, сендер қайтайын онда. Жақсы, сау болыңдар. Өй, тағы жатпадыңыз ба біздің үйді? Осында тұра берсеңізші, өз үйіңіздей көрем. Өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйіңдей көр? Болды ғой, онда осы үйде тұрған ауылды сағындым деп едіңіз ғой. Бірақ сағаттың жүрі барып кеп жүре берем ғой. Чотам, қос киноңды онда. Өй, мынау кімнің баласы? Біздің үйге бала болсаш, біздің үйге алып кетейік балаларымды. Сау болыңдар. Что отырдық, е? Мұратбектің баласы? О, мама, папа, қалайсыздар? Сөйлей алсын ба не? Сендер өздерің айттыңдар ғой, біздің үйге бала бол, алып кетемін деп. Мен келсем, енді мен осы үйдің баласымын. Біз оны прикол ұстап айтқанбыз негізі. Ана договор на усыновление қол қоя салыңдар. Бірақ менің бірнеше шарттарым бар. Ана дәу спальня сендер жатқан, енді менікі. Мен сол жерде тұрам, күштілеп ремонт жасаңдар ішіне. Одан кейін маған күніне 4 разовый питание керек. Қымбат күшті сізме салып беріңдер, ұқтыңдар ма? Сосын маған көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық алып беріңдер маған. Еще обязательно бал бөбектен алып беріңдер ойыншықты. Бал бөбек? Міне алдық саған ойыншықтарыңды. Ана жерге қоя салыңдар. Балапан осы ойыншықтарды алды, сен үйіңе қайта қой, иә? Бұл әлі соң емес. Еще маған iPhone 17 Pro Max алып беріңдер. iPhone? Одан бөлек, мына квартираларыңды менің атыма жазасыңдар, жарай ма? Мына басқа шықты ғой. Мұратбек, мына балаларды алып кетіңдер, әйтпесе укол салам. Сосын құлағын кесіп аламын, ұқтың ба? Жан саған қарап стройка таңдап жатыр. Әкел, өзім сөйлесем, әкел, бер телефонды. Үйбай неғып соғышыма уайымдап кеттің? Жай ештеңе, просто ремонт істеу керек еді. Сөйлесе берейінші, әкелші телефонды. Алло, привет. Мынау қыздың дауысы ғой? Жоқ, сондай өзі стройкамен айналысады қыз просто. Солай ма? Ей, Қайрат, кел қазір үйдің адресін жіберем, бізге как раз ремонт жасау керек. Көрейік қазір Қайраттың түрін. О, салам алейкум, қалайсың Ареке? Қайрат, қайда жүрсің, сен күтіп отырмыз ғой. Шынымен де стройка ма не? Айттым ғой, стройкамен айналысады деп. Ой, басқа бетті де болған әлен күттің әкең. Неге атыңыз Қайрат? Мен негізі атым Айгүл, бірақ барлығы кличка қойып Қайрат деп ата кеткен ғой. Чоттам, не істеу керек? Қайрат, бізге мына жерге ТВ зона істеу керек. Істеп бере аласың ба? Өй, айтпайсың ба сразу маған аснатқа керек қой. Қазір мәшинені алып келейін. Мә, күшті екен. Давай, Қайратке баста онда жұмысты. қоштасып жанардан жақұт бола шұбатты кеп ақ жеңге уақыт бірақ көрінес. Ал бітті, қараңдар қалай шықты. Мәссаған. Мә, Қайратке күшті болды, рахмет. Ареке жүрш бір-екі ауыз сөзге. Болды. Мен тақшасы төлетейін, е? Мен білмей қалдым, рахмет саған. Мә, келесі жолы мен сенің етіп артын жаппаймын. Бірақ стройканы өлтіреді екенсің, е? Біз танысқанға бір апта болды ғой, соған орай мен саған сыйлық алдым. Мәссаған, рахмет жан. Мен де саған кішігірім сыйлық дайындадым. Қандай? 3 комнаталы квартира. Квартира? Мен что-то бай сені күйеу бала болып танысақтым ғой. Мә, гаи тоқтап жатыр.
Сау устынейін, Казахстанская больница. ассалаумағалейкум. Техосмотр қайда, а? Страховка неге бітіп қалды? Мә, жасатуды ұмытып кетіппін. Бір жолға жібере саласыз ба? Қалай жібересің, ёппаш мать, мынау штраф емес, мынау кәдімгідей штраф стоянка. Кеттік, все. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз. Қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Жібере салсаңызшы. Просто мына чумоның артынан көрмей қалдым ғой сізді. Мүмкін бір сопровождение апарайын ба апаратын жерге? Жоқ, керек емес. Біз Шықайзмирға бар жатырмыз. Езжай. Менің қызым боласың ба? Мә, шынымды айтсам, сен маған вообще ұнамадың. Осы жерден қоя салайық. Пока. Бірақ тоқта. Қарызыңды қашан қайтарасың? Қарыз? Мен екеуміз келескен күннен бастап бүкіл расходтарымды жауып жүрміз. Сен осының барлығын маған қайтарып бересің, ұқтың ба? Мә, чек. Мынаның барлығын жазып жүрсің ба? Капец ты жмот. Так, кинотеатр, донер, айран, сушняк, метро, автобус 20 теңге, тарифыңа 1000 теңге салып бердің. Сен в общем маған 14500 теңге қарызсың. Давай жібер. Все, Каспиңа салып жібердім, болды ма? Түсті. Жігіттер не болып кеткенсіңдер? Тоқта, бұл әлі соң емес. Мына сумканы бер. Барахолкадан 500 теңгеге алған бұл сумканы. В смысле, сен маған бұны оригинал деп бердің ғой? Я, оригинал. Болды, пока. Қайда барасың? Әлі қарыздарың біткен жоқ. Біз қайда келдік? Мен саған қанша косметика алып бергем? Енді сен маған косметика алып бересің, ұқтың ба? Не істейсің косметикаларды? Сал, барлығын сал. Мен саған арзан подел косметика емес, осы Монтидан оригинал корейский косметика алып бергем. Соның барлығын маған қайтарып бересің, ұқтың ба? Еще Монтида декоративный косметика бар. Сал давай барлығын. Анда мен тон емес қой. Болды ма? Мен саған еще диагностика кожи істеп бергем. Сен де маған істеп бересің, ұқтың ба? Все, алдым. Доволен? Саған повезло, қайта апталық скидкаға түсіп тұрсың. Все, пока әлі өкінесің мен сияқты жігіттен айырылғаныңа. Қыздар, жаман меркантильный болып кеткенсіңдер бар ғой. Ой, я, бар, кетші. Ауылдастар, қара сиыр көргендерің бар ма? Бұзауы мен ноқтасы мен 2 күн болды таппай жүргеніме. Сандуға шоттама, мен емес сені қосқан, күләмза қосқан сені, сол ғой админ. Ертең азан таңғы 4-те қалаға жолға шығамын, 2 орын бар, кім барады? Әй, магазинге қарызы барлар келіп төлеп кеттіңдер, әйтпесе мына группаға аттарыңды жариялап позорларыңды шығарамын. Әй, Сәбит, мына қара сиыр сенікі ма сонда? Біздің ағарытқа кіріп бәрін қопарып тастаған ғой, 2 күн болды. Е болмайсың ба сиырыңа? Сойып тастаймын, алып кет әйтсе. Әй, шұғыл ақпарат, қазір ана банандарды улап жатыр дейді. Банан жемеңді. Әй, мына ауылдың мектеп оқушылары сендер кешкейін доп ойнай бермей, ана жасанды интеллект дегенді үйренсеңдерші. О, ауылдастар свет жанды. Әй, қатты қуанбаңдар, қазір өшіп қалады әйтсе тағы да. Әй, ауылдастар құтты болсын, Бақсипаштың қызы күйеуге шығайын деп жатыр дейді, ана Шәкір көкемнің ұлына. Байғыла, ұятың бар ма, мантыварка, неге қайтармайсың? Әй, қайсыларың қалада жүрсіңдер, зат алдырайын деп едім. Әй, не дейді, қаттырақ сөйлеңдерші, дым естілмейді. Өсек ести алмай жатырмын.